Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздермен осындай классикалық сметанниктің рецептімен бөліскім келіп тұр. Тестісі барлығы өте керемет болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіз. Алдымен видеоны көрмей тұрып, маған тіркеле кетіңіз және лүпіліңізді қалдыра кетіңіз. Алғашқылардың бірі болып видеоларды көру үшін қоңыраушаны басып қойсаңыз болады. Тестісі өте керемет болып үгітіліп шығады, ешқандай қатып кетпейді. Осы бір сәтті рецептпен менімен бірге жасап көріңіз. Алдымен ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз және пайызы жоғары, мен 72% сары май қолдандым. Одан да 82% болсын қолдана берсеңіз болады. Бастысы төмен болмауы керек пайызы және разрыхитель қосып, осылай қолымызбен крошка жасап аламыз. Енді 2 жұмыртқаның үстінен қантымызды осылай салып, қанты біраз ерігенге дейін венчиктің көмегімен жақсылап тұрып, қатты соғып тұрып, араластырып алатын боламыз. Енді жаңағы қолымызбен жасаған крошканың үстінен жұмыртқамызды құйып, қолымызбен тестісін жасайтын боламыз. Мен видеода көріп тұрсаңыздар, үстінен ешқандай қосымша ұн ештеңе қоспадым. Осы өлшеммен салынған құрамын дәлме-дәл жасасаңыз, сіздің тестіңіз өте керемет болып сәтті шығатын болады. Сондықтан осыған мән бере кетіңіз. Ешқандай қатып кетпейтін немесе сынғыш болып келетін болмайды тестісі. Үлпілдеген, жүп-жұмсақ болып, керемет болып шығатын болады. Қатты қолға жабыспайтын немесе қатып кетпейтін, орташа жұмсақтықта осындай тесті шығуы керек. Видеода барлығы көрініп тұр, міне осындай тестіміз шықты. Енді оны 10-15 минутқа салқын жерге қоя тұрып, начинкасына кірісеміз. 3 жұмыртқаның үстінен қантымызды қосамыз. Мен видеода байқасаңыз 2 жұмыртқа қолдандым. Негізінен 3 жұмыртқа қолдансаңыз, начинкасы биік болып сәтті шығады. Менде 2 жұмыртқа болып солай қолдандым. Енді осының үстінен қаймағымызды, кукурузный крахмалымызды салып, егер болып жатса, ванильный сахар қоссаңыз да болады. Енді жақсылап бәрі біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Енді формамызға кішкене ғана сары май жағып жібереміз. Оның үстінен тестімізді қолымызбен осылай жайып шығатын боламыз. Оқтаудың көмегімен жайып алсаңыз да болады. Мен қолыммен осылай жайып шықтым. Енді қамыр көтеріліп, начинканы да көтеріп кетпес үшін және барлық жері біркелкі болып пісу үшін шанышқының көмегімен бірнеше жерден осылай тесіп жіберіңіз. Енді начинкамызды құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Міне көріп тұрсаңыздар, 2 жұмыртқамен сәл аздау, 3 жұмыртқа қоссаңыздар өте керемет болып шығады. Соған қарамастан видеода көріп тұрғандарыңыздай бұл рецепт өте сәтті шығады. Жасап көріңіз, қонақтарыңызға да, үйдегілеріңізге де өте ұнайтын болады. Ауызда еритін керемет болып шығады. Дәмі енді ерекше. Видеоның соңына дейін көріп, пікіріңізді қалдырып бағалай кетіңіз. Келесі видеоларда көріскенше маған тіркеле кетуді ұмытпаңыз.